Мен Қадырбек наркөміз Қасиет қызы Айзаданың анасымын. Алма ағаштың гүліндей ай, текеметтің түріндей ай, өтіп дәурен бара жатар. Мамасы, анасы, нешесің? Мен текеметке ою қиып жатырмын. Келші, сен де маған көмектесесің ба? Оюды қиып бер маған. Міне, екеуміз ою қиямыз. Бұл қазақтың қошқар мүйізі деп аталатын оюы. Біз қазақ түйемен, атпен көшкенде, жайлауға, қыстауға көшкенде осы сырмақты пайдаланған. Осы сырмақты кигіз болады бірінші, ол жүннен жасалады. Ол жүн қойдың жүнінен жасалады. Жақсы ма? Түсіндің ба? Қойдың жүнінен жасалып, оны білектеп, оны пысырады. Содан кейін осындай қалыпқа түседі. Оны мен бояймын. Мына алдын ала қиып қойған күлгін түсті оюымды көрдің ба? Бұл қошқар мүйізді ою деп аталады. Бұны мен осы кигізден, пысқан кигізден күлгін түске боядым. Бұны мына жаққа жабыстырайық. Қазір мына сары оюымды сары түске боядым. Бұны да қошқар мүйіз деп аталады. Бұл текеметімізді төрге әсемдеп, кигіз үйдің ішіне сәндеп, өрнектеп қойған. Осы оюлардан мынандай жастықтар жасаған. Жастықтың ішінде қойдың жүндері бар. Бұл басымызға жайлы, басымызды ауыртпайды. Сол себепті осындай көрініске деп кішкентай жастықтарды балаларға көрсеткен. Енді менің астымдағы мына көрпеше де қошқар мүйізді. Бұл көрпе сән ретінде төрге мынандай дөңгелек үстелдің айналасына қойған. Сенің басыңдағы да қошқар мүйізді ою өрнек. Енді сен менің қасында отырып шаршасаң, гүлдеріңе су құйып келсең болады, бара ғой. Қазақтың неше түрлі ою өрнектері бар. Оны толбау, тағы да керегеге қойылатын неше түрлі кигіз үйдің керек жарақтарына арналып оюлар ойылады. Біздің көрпе, текемет, сырмақ және керегеге байланған бауларды неше түрлі осындай ою өрнектермен жасалады. Тек қана кигізден емес, бұл ою өрнектер тоқыма түрінде де пайдаланады, жасалынады, шиден де тоқылады. Бұны жабыстырып, текеметімізді дайын қыламыз. Сен бірдеңе түсіндің ба, Айзада?